Армысыздар, құрметті онлайн көрермендер. Бүгінгі онлайн дәрісімнің тақырыбы патефон және магнитофон жайлы болмақ. Патефон бұл граммофон пластинкасының дыбыс шығаруға арналған механикалық акустикалық аппараты. Патефон дыбыс жазу әрі оны қайта шығару үшін пайдаланылады. Бертін келе патефонның жетілдірілген түрі граммофондар шығарыла бастады. Бұл құрылғы алғашқы шыққан кезде талайды таңғалдырғаны рас. Әйгілі Әміре Қашаубаевтың дауысын Мәскеу архивтерінен музыка зерттеушілері Томастың қолынан осы шыққан құрылғы арқылы тауып алған екен. Патефонның шығуы көптеген әншінің танылуына септігін тигізді. Мейрамханаларда, тынығатын орындарда төрінде осы патефонның тұруы сол кездері еді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық музейі қорында патефон құрылғыларының үлкен топтамасы сақталған. Оның ішінде атап айтар болсақ, Сәкен Сейфуллиннің біздің құнды экспонатымыздың бірі Сәкен Сейфуллиннің патефоны. Бұл 1934 жылы Мәскеу кеңесінің бірінші съезінде сыйға тартқан екен Сәкен Сейфуллинға. Ал 1979 жылы Сәкен Сейфуллиннің жары Гүлбахрам Батырбекованың сіңілісі Батырбекова София Абдуллаевна өткізген екен музей қорына. Екінші экспонатымыз патефон. Бұл 1930 жылдары Ленинград зауытында шығарылған. Бұны 1988 жылы музей қорына Брезгунов Леонид Михайлович өткізген екен. Патефонды 1935 жылы Сібірден оның атасы Кузьма өзімен алып келген екен. Екінші сіздердің назарларыңызға ұсынатын магнитофон түрлері. Магнитофон дегеніміз магнит және дыбыс сөздерінен шыққан. Магнитофон бұл құралы Ресейде екінші дүниежүзілік соғысынан кейін пайда болған екен. Журналистер алғашқы болып осы 1952 жылдың басынан бастап қолданған екен осы магнитофон түрлерін. Киев радиозаводы шығарған алғашқы маркасы Днепр 8 деп аталатын, кейінірек ол репортер деп аталынған. Бұл репортер дегеніміз латын сөзінен хабар жеткізуші, әкелуші деген мағынаны білдіреді. Біздің музей қорында осы магнитофонның түрлері де бірнеше түрі бар. Соған сіздердің назарларыңызға қысқаша тоқталып өткім келіп отыр. Бірінші, бәрімізге белгілі 80 жылдардың басында романтика магнитофоны. Бұл КСРО-да ең танымал магнитофондардың бірі болды. 80 жылдардың соңына дейін бұл шығарыла бастады. Ал 1988 жылдың 13 шілде күні біздің музей қорына Қазақ СССР жоғары кеңес президиумының өкілі Орлов мырза музейге сыйға тартқан екен. Екінші магнитофонымыз бұл аталуы комета деп аталады. Ол 1968 жылы Новосібір машина жасау зауытында шығарылған екен. Бұны музей қорына 1969 жылы Ида Клебанова өткізген екен. Заман ағымына байланысты адамзаттың тұтыну заттары жаңарып отырғанымен, онда бір мезгілдің, уақыттың, көзқарастың, ой-сананың уақыттың қасиеттері де сақталып отырады. Әр дәуірдің ерекшелігі де сонысымен құнды. Біздің бүгінгі дәуіріміз күндердің бір күні тура кешегі естелікке айналған дүниелер секілді естелікке айналары хақ. Өткен тарих сонымен жасалып, келешек бүгіннің жетістігімен дамиды. Кешегі тарихқа құрметпен қарап, мұраларымызда әспеттейтінімізде сондықтан. Құрметті онлайн көрермендер, бүгінгі дәрісімізді түйіндей келе, сіздердің назарларыңызға әзірленген викториналық сұрақтар ұсынамыз. Баршаңызға сәттілік, дұрыс жауабын табады деген сенімдеміз.